Сабағымызды бастайық. Қош келдіңіздер. Ә, Барлығымыз микрофондарымызды өшіріп, камераларымызды қосайық. Телефондарымыз қасымызда болсын. Барлықтарымызда телефондарымызда интернет желі қосылып тұрсын. Мобильный данный барлықтарымызда қосылып тұрсын. Қазір сабағымызды бастаймыз. Сонымен Саранжипов мектебі. Отырдық па? Отырайық. Тез кіріп, отырайық. Телефондарымызды алайық. Енді мен сіздерге қазір экранымды қосамын. Экранымды қосқам. Начать урок тұрмыз ба? Начать. Так, алдарыңызда телефон. Сонымен қараңыздар, сіздердің алдарыңызда QR код. Көріп тұрсыздар ма? QR кодпен қосыламыз. Барлығымыз. Кімге телефон қосылады, аты жөнімізді жазамыз, мектебімізді жазамыз. Мысалы мен Гүлсара Олжабаевна Ермеков мектебі. Сөйтіп қосылып отырайық. Барлығымыз қосылайық. Мына жерде 6 адам қосылды. Кімде телефон ұстамайды, көрші жүкпен отыра қалайық. Тез. Аты жөнімізді екеулеп жазамыз, яғни. Жүкпен жазайық. Тез. Так, Сакен мектебі, Саранжипов мектебі қосылып жатыр. Ортау мектебі қосылдық па? 3 оқушы, ортау мектебі қосыламыз. Мұхамеджанов мектебі, Сакен мектебі, Саранжипов мектебі, Босаға мектебі. Камерамызды қосамыз. Тамаша. Мені қосылып жатсыздар. Енді мен сабағымды бастайын. Тез қосылып алыңыздар. Сонымен осы Курипод ресурсында сіздерде QR кодта пин-код, смайлик ретінде қосыласыздар. Міне 27 оқушы қосылды. Аты жөнімізді жазамыз, мектебімізді жазамыз. Әр қайсымыз беке. Кімде телефон істемейді, яғни жүппен отырып жұмыс жасайық. Барлығымызда байланыс болу керек. Неше жалпы? Неше штат? Негізі. Сонымен бізде қазір 32, бізде негізі 53 оқушы қосылу керек. Әр қайсымыз қосылайық. Сосын көреміз. Кімде қандай жиналады ұпай. Өте жақсы бағаланады. Тездетейік оқушылар. Мен сабағымды бастай берейін. 35 оқушы кіріп тұр. 38 оқушы кірді. Слайдта көрініп тұр. 39, негізі 53-55 оқушыға дейін кіру керек. Кімде кіргізілмей тоқтатамыз, Яғни қасымыздағы жұптың қасына жазып, аты жөндеріңіз онда жұп боп кетеді. Ал мен бастайын сабағымды. Бастауға рұқсат па? Кіре береміз, Абай мектебі дайын. Толық кірді ма Абай мектебі? Толық. Мұхамеджанов мектебі? Толық кірдік па? Ортау мектебі толық па? Толық. Тамаша. Абай мектебі толық, Мұхамеджанов мектебі толық біз ба?
Қосылып жатырмыз қазір. Екі оқушы бір Aha, телефон. berіңіздер. Onda men basтай берейін. Босаға мектебі қосылдық па? Босаға мектебі. Қосылдық. Қосылдық. Енді мен Саранжипов мектебінің көрінісін тұрмын. Саранжипов мектебі қосылдық па? Неше оқушымыз? Саранжипов мектебі неше оқушы? Қосылдық па түгел? Мен сабағымды бастай берейін, иә? Міне, 45 оқушы. Қазіргі таңда қосылды. Саранжипов мектебі қосылдық па толық? Сәкен мектебі бәрі қосылды. Тамаша, тамаша. Қосылды, екі оқушы қалыпты. Аха, жақсы. Онда мен сабағымды бастай берейін. Ал оқушылар, қазір тек қана назар аударамыз экранға. Әр қайсының өз мобильный телефонынан қарап отырады. Кеттік. Барлықтарыңызға көрсетіліп тұр ма? Барлықтарыңызға көрсетіліп тұр, иә? Сонымен сіздердің микрофондарыңыз өшіліп тұрады. Менің микрофоным қосылып тұрады. Сіздер, қараңыздар. Сіздер слайдта не бар? Мен қандай команда берем, сол команданы орындайсыздар. Бүгін біз ең бірінші рет осы Курипод деген ресурста, яғни платформасында жұмыс жасап көрейік. Ал кеттік, қараңыздар. Супермаркетте екі арба тұр. Барлықтарыңыз слайдты оқып, слайдты өздеріңіз қарап, жеке-жеке қараймыз, оқимыз. Сосын сұрақ тұр. Досын екеуінің алдымен қай арбаны итеруді таңдаудың жолын іздейсіңдер дейді. Мен қазір мына жерде начать активность деймін. Сіздерде смайлик шығады. Сол смайликта сіздер жауапты жазасыздар. Тез-тез. Мына 53 секундта тез-тез жазу керек. Бос арбаны ма, тол арбаны ма? Бірінші итересіздер. Жазамыз. 11 оқушы жазды, 12 оқушы жазды. 16, 18, 20. Так, 32 оқушы, 35, тез-тез. 45 оқушы жауапты беру керек. Так. Тез. Мен тоқтатамын. Қараңыздар, 32 оқушы дұрыс жауап берді. Енді осы 32 оқушы, қараңыздар, мен қазір қарастырамын. Сіздердің алдарыңызда, қазір көрейік, міне, көріп тұрсыздар ма? Жауап шықты. Көріп тұрсыздар ма? Жан бота, тол арбаны итеремін дейді, алдымен бос арбаны итеремін дейді, алдымен тол арба, яғни барлықтарымыз көріп тұрмыз ба? Маған өте жақсы көрсетіліп тұр. Шыңғысхан алдымен бос арбаны итеремін дейді. Мына жерде ел емес, алдымен бос арбаны итеремін дейді. Яғни Мұхамеджанов мектебі. Амина толы арбаны итереміз дейді. Абай мектебі Карбозова Айшуақ алдымен бос арбаны итеремін дейді. Енді қараңыздар. Сіздерде дұрысы 49 оқушы қатысып отыр, бірақ 43 оқушы жауап берді. Мұғалімдер, сіздер әр оқушының несін қарастырып отырыңыздар. Кім қалай жұмыс жасап отырған? Так, Сакен мектебі, Саранжипов мектебі. Көріп отырмыз ба? Сіздер көріп отырсыздар. Енді мен, қараңыздар, сіздерде әрғартай өздеріңізге шығып отырады. Көріп отырсыздар ғой, иә? Сонымен тез талдап жіберейік. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Ол арбаны.
To'la arбаны. Neliktен to'la arбаны? Алдымен бос арбаны орнына қоясыз. Одан кейін ғана Biz qandaydi tandaymiz? Qaysi jеңілді tandaymiz ғой. Сондықтан қараңыздар. Бос арбаны итерген адам, міне, бос арбаны итерген адам. Неліктен? Бос арбаны массасы аз ғой, иә? Массасы аз болса, үдеуі үлкен болады. Оны итеру жеңіл болады. Сондықтан біз жеңілді іздейміз ғой. 11 оқушы дұрыс таңдаған жауапты. Бір балл әкетесіздер. 11 оқушы дұрыс таңдаған. Сіздерде сарымен, қызылмен, сарымен, жасылмен көрсетіліп тұрады. Әрі қарай кеттік. Түсінікті ме? Енді яғни қараңыздар, итеруге аз күш кететін үдеуі жоғары арбашаны таңдаймыз. Яғни бос арбаны. Бұл неліктен? Бұл жерде массасы аз дененің үдеуі тез болады. Мысалы қараңыздар, жүк мәшінен алсақ, немесе жеңіл мәшінен алсақ, қайсы тез жүреді? Жоқ, мен сіздерге жүк мәшінемен, жеңіл мәшінен айтсам, грузовой мәшінемен, жеңіл мәшінен алсақ, қайсы тез жүреді? Жүгі бар мәшіне ме, жеңіл мәшіне ме? Дұрыс айтасыз. Енді неге байланысты болып тұр? Неге байланысты болып тұр? Массасына байланысты. Дұрыс айтасыздар. Мына жерде массасына байланысты. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз Ньютонның екінші заңы. Жазып қоямыз, дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. 17-11, 25. Тез дәптерімізді ашамыз. Параграф бізде 15-ші тақырыбымыз Ньютонның екінші заңы масса. Өшіріп қоямыз, микрофонды өшіріп қоямыз. Микрофонды өшіріп қояйық. Яғни бүгінгі сіздер сабақтың сонында денеге әсер ететін тең әрекетті күш пен үдеудің тура пропорциясын, яғни пропорционалдығын түсінесіздер. F тең ma формуласымен күшті не үдеуді есептей аласыздар. Әрі қарай кеттік. Сонымен қараңыздар, тең әрекетті күш дегеніміз денеге әсер ететін барлық күштердің векторлық қосындысы. Ол дененің қозғалысын өзгертеді. Бұл ұғым үдеу мен масса арасындағы байланысты түсіндіреді. Күш қандай әріппен? Күш қандай әріппен белгіленеді? Дұрыс айтасыздар. Масса қандай әріппен? М әріпмен. Егер тең әрекетті күш 0 болса, дене тыныштықта қалады немесе бірқалыпты қозғалады. Қай заң? Ньютонның қай заңына? Бірінші заңы. Тамаша. Мысалы, көлік газды басқанда қозғалғыш итергіш күш береді, ал үйкеліс қарсы әсер етеді. Осы екі күштің айырмасы тең әрекет күш болып көлікті үдетеді. Дұрыс па? Дұрыс, ары қарай кеттік. Келесі, жазып отырыңыздар. Күш, масса, үдеу. Денеге әсер ететін тең әрекет күш F неғұрлым үлкен болса, үдеуі соғұрлым үлкен болады. Бұл жерде сіздерде формула F тең ma деп жазамыз. Жазып алып отырыңыздар, түртіп отырыңыздар. Массаның рөлі. Сол күш денесі жеңіл болса, үдеу үлкен. Неғұрлым дене жеңіл болса, үдеуі үлкен болады. Неғұрлым дене ауыр болса, үдеуі кіші болады, я? Сондықтан үдеу масса m артқанда кері пропорционал өзгереді. Осы жерден формуланы жазып аламыз. F тең ma формуласымен, яғни күш үдеуді тудырады, масса оған қарсы әсер етеді. Бұл байланыс мына формуламен сипатталады. Формуланы жазып қоямыз. F күш, m масса, үдеу a. Енді өлшем бірліктерін қасына жазып қоямыз. F-тің өлшем бірлігі. Немен өлшеміз? Ньютон. Тамаша. Күш n деп жазып қоямыз. Ньютон. Масса немен өлшенеді? Килограмм. Тамаша. Үдеу немен
Murat. Metr bölüngen sekund kvadrat. Metr bölüngen sekund kvadrat. Жаздық па? Түртіп отырыңыздар. Ары қаратай кеттік. Енді қараңыздар, сіздер жаңа ғана мына формуланы түрлендіре аласыздар ма? Осы жерде масса тауып беріңіздерші. Саранжипов мектебі. Масса нешеге тең? Саранжипов мектебі. Массаның формуласын осы F тен M-дан табамыз. F'den M. M, масса тең. Massa. Күшпен Kuş bölüngen delta. Күшпен бөлінген үдеу. Жазып аламыз. Түрлендіруді жазып аламыз. Delta. Үдеудің формуласы. Осы формуладан үдеудің формуласы. Кім айтады? Ортау мектебі. Үдеудің формуласы неге тең болады? Ортау мектеп қойғандарымыз өшіріп қоямыз микрофондарды. Сәкен мектебі өшіреміз микрофонды. F ikiniz bölüngen massa. Так, мына жерде Сәкен мектебі екеулес күші жоқ, өшіріп қоямыз. Мен ортау мектебіне сөзді бердім. Сіздер тыңдап отырыңыздаршы. Жақсы ма? Ортау мектебі дұрыс айтады. Күш үдеуді тапқанда күшпен Массаның. массаның қатынасы. Дұрыс па? Ортау мектебі. Тамаша. Ары қаратай кеттік. Енді сіздерге қараңыздар. Барлығымыз мұқият телефондарымызға қараймыз. Қателікті таба аласың ба? Кеттік. Оқимыз. Жауабын жазамыз. Bir оқып алыңыздар. Жауабын жазамыз. Бірақ оқушы беріп тұрмаған. Ал, барлықтарымыз жұмыс жасаймыз. Екі оқушыны көріп тұрмын. Уақыттарыңыз бар. Аспаңыздар. Уақытты қосып отырмын. Тағы 1 минут қостым. Дәптерге жазып отырамыз. Дәптерге жазып отырамыз берілген. Мұғалімдер жұмыс жасаймыз. Дәптерге жазып отырамыз. Берілгені не табу керек екенін қарастырамыз. Қорықпаңыздар, уақыт бар әлі. 11 оқушы беріп тұр. Жұмыс жасаймыз. 14 оқушы беріп тұр. Так, сонымен 29 оқушы. Кішкене тездетеміз, уақыт шектеулі. Енді мен қоса алмайым. Тез. Тез, кішкене. 34, 36 оқушы. Қазір жауабын көреміз.
дауыс береміз сосын. Мына жерде ең жақсы түсіндірмелер үшін дауыс береміз. 37 оқушы жазып жатыр. Сонымен барлықтарыңыз 39 оқушы кірді. 1 минут қалды. Қазір сіздер смайликті баса салыңыздар. Тез-тез смайликтерді. Қандай жауап бар, смайликті басамыз. Сіздерде қазір тоқтатылады. Смайликті басамыз. Сразу смайликті баса беріңіздер. А то үлгермейсіздер. Смайликті басасыздар. 39 оқушы ғана жұмыс жасап отыр, 45 оқушыдан. Сонымен мен завершить активность деймін, яғни сіздер смайликті тез басып көрсетесіздер. Сонымен қараңыздар. 39 оқушы жауап берді. Енді осының қайсына дауыс бересіздер? Ең жақсы түсіндірмелер үшін дауыс берейік. Кеттік. Бұл дауысты қараңыздар. Сіздер мына жерден көрсете алам сіздерге. Кімнің жұмысы жақсы екенін көрсетесіздер. Міне 52 оқушы отыр. Негізі бізде жұмыс істеп отырған 52 оқушы қараңыздар. Бірақ көбісі міне көрініп отыр. Кімге дауыс бересіздер? Енді өздеріңіздің дауыстарыңызды салыңыздар. Абай мектебіне бересіздер ма? Саранжипов мектебіне бересіздер ма? Мұхамеджанов мектебіне дауыс бересіздер ма? Көрейік. Қазір сіздерде бітеді. Міне берген оқушылар. Көріп тұрсыздар ма? Сонымен дауысты тез-тез береміз, жазамыз. Кеттік па? 28, 27 мен дауысты беру нетейін? Көрдіңіздер ма? Сіздерде дауысқа дейін көрсетіліп тұр. Завершить деп басам. Міне 1, 2, 3. Сонымен көрейік. Кімде қандай дауыс? Яғни кім мынаған дауыс берді? 11 дауыс. Массасы арттырсақ, үдеу өседі. Бұл мүлдем дұрыс емес дейді. Физиканы негізгі заңы бойынша үдеу тең масса бөлінген F күш дейді. Кім мынаны жазған? Әрғартай берілгенін шешуі көріп тұрғандай. Әрғартай жоқ. Я? Көріп тұрсыздар ма? Әрғартай кеттік. Келесі, оқушы массаны үлкейтсе, үдеуі 4 метр бөлінген секунд квадрат емес, 1 метр секунд квадрат болады. Яғни бұл жерде көріп тұрғандай. Қанша ньютон шығу керек? Қанша ньютон шығу керек? Кімде осындай есеп бар ма? Көріп тұрсыздар ма? Мен естіліп тұрмын ба? Мен естіліп тұрмын ба? Енді түсіндіңдер ма? Яғни бұл жерде ешкімді дұрыс жасаған жоқ. Түсініп тұрсыздар ма? Есептің мәні дұрыс емес. Негізгі есептің мәні мына жерде болып тұр міне. Яғни қараңыздар. Міне сіздердің жасаған жұмыстарыңыз. Көріп тұрсыздар ма? Үдеу 0,85. Қателеседі, қозғалыс үдеу 0,85. Көріп тұрсыздар ма? Масса артта, үдеу кемейді дейді міне. Сіздерде есепті толығымен ешкім шығарған жоқ. Сондықтан бұл жерде ешкімге ұпай берілмейді. Бұл жерде жасанды интеллект көрсетіп тұр. Қанша дауыс берді, бірақ несі көрсетілмеген деп. Әрғартай кеттік. Келесі,
Енді мына формула сіздерде жазылып тұр. Көріп тұрсыздар ма? Берілген шамаларды МА деп жазамыз. М дегеніміз не? Масса. Масса. А деп нені атаймыз? Үдеу, тамаша. Формуламыз қандай? F пен М. Енді қараңыздар, осы формула сіздерде Ньютонның екінші заңы. Яғни бұл жерде екінші заңы дененің алатын үдеуі негізі. Үдеуді тапсақ, дененің алатын үдеуі денеге түсірілген барлық күштердің тең әсеріне тура пропорционал, кері пропорционал неге? Массасына болады. Дұрыс па? А тең F бөлінген М деген формуланы жазып қоясыздар. Әрғартай, енді сіздерге сұрақ. Ауыр көліктен гөрі велосипедті үдету неге жеңіл? Талқыламыз. Талқылаймыз. Қыранжы бір мектебі, Сәкен мектебі. Кім айтады? Тағы да. Мұхамеджанов мектебі. Микрофондарымызды қосамыз, бір мектеп. Мұхамеджанов мектебі бастай қойыңыздаршы, бір оқушы айтсын. Ауыр көліктен гөрі велосипедті үдету неге жеңіл? Дәптерімізге сұрақты жазып қоямыз. Дәптерімізге сұрақты жазып қояйық. Жазып отырайық. Жауап қандай? Мұхамеджанов мектебі. Жауап дайындар болса айта беріңдер. Кім мына жерде? Абай мектебі ма? Айта қойыңыздар. Микрофондарыңыз қосылып тұр. Айта беріңіз. Саранжы мектебі. Айбибі. Мына жерде уже Абай мектебі айтып жатыр, қалғандарымыз өшіріп қояйық. Ал, Абай мектеп кет. Айта қойыңыз. Кет мына жерге. Мына жерге тез-тезден. Абай мектеп. Айта қойсын, айта қойсын. Велосипед Үдету неге жеңіл? Толығымен айтшы. Неге жеңіл? Өйткені оның массасы. Тамаша, тамаша. Абай мектебі жауабын толығымен айтты. Өйткені велосипедті үдету үшін, несі массасы жеңіл. Дұрыс айтасың. Біз сонау сабақтың басынан айтып келе жатырмыз, я? Неғұрлым массасы жеңіл болса, үдеуі үлкен. Келесі енді сіздерде мына тапсырмалар кетеді. Кеттік. Сіздер қазір тез-тез осы тапсырмаларға 1 немесе 2 немесе 3 санын жазасыздар. Ал кеттік. Қай санатқа жатады? Микрофондарымызды өшіріп қояйық, бастайық. Бірақ оқушы жауап беріп тұр, 2 оқушы тез-тез тек қана санын жазасыздар. Сөйлемді жазбай қойыңыздар. 1, 2, 3 тек қана жауабын жазасыздар. Сонымен 5 ньютон күш әсер еткенде дене 2 метр бөлінген секунд квадрат үдеуімен қозғалады. Қай санатқа жатқызамыз? Қайсымен, яғни байланыстырамыз? Нені табамыз? Күш берілген, үдеу берілген. Не істейміз? Немен байланыстырамыз? Өзі сөзді тұр. Есептің мәніне қараңыздар. Немен байланыстырамыз? Тез-тез 22 оқушы көрсетіліп тұр. Қалғандарымыз түсінген жоқпыз ба? Есепті оқимыз. Қай санатқа жатамыз? Есептің берілгенді не беріп тұр? Немен байланыстырып тұрмыз? Өте оңай есеп, тек қана жауабын жазамыз. Сонымен 26 оқушы көрсетіп тұр. Қалғандарымыз 45 оқушы да көрсету керек. Тез-тез сан мәнін саласыдыр да, нені
смайликті баса салыңыздар. Санды ғана жаза саласыздар. 1 минут қалды. Мен тек қана уақытты көп беріп отырмын, сондықтан кішкене тездетейік оқушылар. Қазір уақытымыз жетпей қалады. Ал мен уақытты сонымен қарайық. Қаншама оқушы. Мен сіздерге мына жерде дұрыс айтады. Осылайынан жазу керек еді. 1 деген сан немесе 2 деген сан міне. 1 мына оқушыларымыз көрсетіп отыр міне. 1 деген сан көрсетіп отыр. Яғни бізде слайдта не сұрады? Не сұрады слайдта? Слайдта не сұрады? Жаңағы дейді. Бізде не берілді? Күшпен. Қараңыздар, сіздерге күшпен нені берді? Күшпен массаны табу керек, бірақ немен байланыстырасыздар? Сіздер масса деп жазбайсыздар. Міне, мына жерде өте тамаша берілген күшпен үдеу байланысы. Сіздерге мәнді есепте қандай мәндерді берілді, соған байланысты іздеу керек еді. Түсініп тұрсыздар ма? Сіздерге мәнін тап деп тұрған жоқ. Екеу қандай шамаларды сіздер байланыстырасыздар. Яғни күшпен үдеу. Дұрыс па? Ол бізде күшпен үдеудің нешінші санда тұрды? Жауабы. 1, міне. 1 жауабына берілген, яғни 1 балдан алады. Көріп тұрсыздар ма? Дұрыс жауабы күш үдеу байланысы міне. 1 деген аты жөндері көрсетілмеген. Арғартай кеттік. Келесі. Тез жұмыс жасаймыз. Мен нені 2 минутқа қоям. Қараңыздар. Сіздер начать активності 2-ші трофейға жұмыс жасайсыздар. Үдеуді есепте дейді. Формулаға тез қоямыз, жауабын жазамыз. Ал бастайық. Тез. 2 оқушы жауап берді. Дәптерге есепті шығарып отырыңыздар. Дәптерден шығарып отырыңыздар. Дәптерге жазып отырыңыздар. Маған мәні керек. Сіздер дәптерге жазасыздар, ал мәнін маған жазасыздар. Сразу жауапты жазасыздар. Сонда көрініп тұрады. Бізге не табу керек? Так, 10 оқушы. Тез үдеуді есепте мәнін жазасыздар. Тамаша, тез 14 оқушы, 1 минут қалды. 45 оқушыдан 15 оқушы. 16 оқушы. Тамаша, 18 оқушы. 56 секунд қалды. Тездетеміз оқушылар. Тамаша. 44 секунд қалды. Қазір мен сіздерде завершить активность деймін. Тез кім телефонда отыр, тез қазір көрсетіледі. Кім қандай жауап берді? Мұғалім сіздерге міне 2-ші трофейді алу үшін сіздерде жаңағы оқушылар алдындағы есепке қосады 1 балдан. Бүгінгі нәтижелі шығады. 17 секунд қалды, 15 секунд, 14 секунд. Ал мен осымен завершитті басайын. 9 секунд қалды. 4, 3, 2, 1. Сонымен сіздерде қараңыздар. Сіздерде міне дұрыс, өте тамаша, 2 метр секунд квадрат, тамаша. Міне барлықтарымыз түсінгеніміз, өте тамаша көрініп тұр. Балалар, жауаптарыңыз өте тамаша, өздеріңізді көрген шығарсыздар. Өте оңай ма? Тамаша. Барлығымыз түсіндік. Яғни 2-ші Ньютонның заңы 28 жауап, 28 жауапта барлықтарыңызда міне серік келбет босаға өте тамаша жазған. Көрініп тұр, 2 метр бөлінген секунд түсінікті енді квадрат болатынын. Мына жерде міне сразу үдеудің несін, қатынасын көрсетті. Көрдіңіздер ме? Сіздердің аты жөндеріңіз жоқ. Сондықтан
сіздер аты жөндеріңізді жазып отырсаңыздар, мына Серік Келбет қызымыз сияқты, иә? Кеттік ары қаратай. Келесі. Деңгей көтеру үшінші сын. Енді трофейдің кішкене несі бізде не істеледі? Трофейді алу үшін тағы да есепті шығарамыз. Үшінші трофейға кеттік.